Сәлем достар, бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері тақырыбын бірге қарастырайық. Айырманың бөлінгіштік қасиеті. Мысалы, бізде болсын 192 азайтылған 88. Осы екі санның айырмасы 8-ге бөліне ме, яғни 8-ге бөлінгіштігін анықтайық. Жазайық, 192 азайтылған 88. Олай болса, 192 бізде 8-ге бөлінеді. Олай болса, ол 8 көбейтілген 24 деп жазамыз. Азайтылған 88 8-ге бөлінеді. 8 көбейтілген 11. Ортақ көбейткіш 8. Шақшан сыртына шығарып жіберем. 24 азайтылған 11. 8 көбейтілген 13. Енді қарайық. Мынау азайғыш және азайтқышты 8-ге еселік болып тұр. Яғни 8-ге бөлінеді. Олай болса, осы айырма да 8-ге бөлінеді екен. Соңында 8 көбейтілген 13 деп тұр. 210 мәні 7-ге бөлінетін өрнектерді таңдап алып есептеңдер. Қарайық. 147 азайтылған 105. Ол бізде 7-ге бөлінеді. Біз бірден есептеп, мәні тауып есептей берек. 42 шығады. 42 бізде 7-ге бөлінеді. 6 шығады. 88 азайтылған 63. 88 7-ге бөлінбейді. 63 7-ге бөлінеді. Олай болса, мына жақта айырманың мәні де 7-ге бөлінбейді деген сөз. Бізде қазір шығады 25. Міне 25 бізде 7-ге бөлінбейді. Келесі 217 азайтылған 84. 133 бөлінеді 7-ге 19. 137 азайтылған 45. Бізде 45 7-ге бөлінбейді. 92. Олай болса, мәні де 7-ге бөлінбейді. 231 азайтылған 49. 182. 7-ге бөлсек 26. 315 азайтылған 112. Азайтсақ 203. Ол 7-ге бөлінеді. 29 шығады. 211 бөлуді орындаңдар дейді. Біз 27x азайтылған 29y бөлу керек 3-ге. Біз 27-ні 3 көбейтілген 9x деп жазамыз. Азайтылған 3 көбейтілген 3y деп жазамыз. Бөлу керек 3-ге. Сонда мұнда 9x азайтылған 3y. Біз ортақ 3-ті жақшан сыртына шығарып жібереміз. Бөлеміз 3-ге. Сонда жауабы 9x азайтылған 3y болады екен. Келесі 117m азайтылған 9n бөлінген 13. 117-ні 13 көбейтілген 9m азайтылған 13 көбейтілген 3n деп жазамыз. Бөлінген 13-ке. Сонда бізде 9m азайтылған 3n қалады екен жақшаның ішінде. 13-ті жақшан сыртына шығарсақ, 13 бөлінген 13. 9m азайтылған 3n. 136a азайтылған 85b бөлу керек 17-ге. Бұл бізде 17 көбейтілген 8a азайтылған 17 көбейтілген 5b бөлінген 17. Сонда бізде 8a азайтылған 5b көбейтілген 17 бөлінген 17 болады. Сонда 8a азайтылған 5b. 128 азайтылған 72d бөлу керек 8-ге. Біз 128-ді 8 көбейтілген 16 деп жазсақ болды. Азайтылған 72-ні 8 көбейтілген 9 деп жазсақ болады. Бөлінген 8-і бар. Сонда мына жерде 16 азайтылған 9 көбейтілген 8 бөлінген 8 болады. Сонда жауабы 16 азайтылған 9 екен. 212 есептің сандық өрнегін құрып, оның мәнін табыңдар. Көлде серуендеуге келген 27 оқушының 15-і катермен серуендеуге, қалғандары қайықпен серуендеуге келісті. Қайықпен серуендейтін оқушыларды қайықтардың әр қайсысындағы оқушылар санын бірдей етіп, 3 қайықпен серуендетуге бола ма? Егер болса, бір қайыққа неше оқушы отырады? Бізде барлығы 27 оқушы. Осы 27 оқушының 15-і катермен, ал қалғаны қайықпен деді. Яғни 27-ден 15-ті азайтамыз. 12, яғни 12 оқушы қайықпен серуендеуге келіскен екен. Енді осы 12 оқушыны
3 қайыққа теңдей етіп бөлуге бола ма дейді. Болады, иә, ол бізде 4 оқушыдан келеді бір қайыққа. 213. Бір жерден бірдей уақытта бір бағытта мотоциклші және велосипедші шықты. Бірдей уақыт аралығында мотоциклші 93 км, ал велосипедші 39 км жүрді. Олар неше сағат жүрді? Велосипедшінің қалыс қалу жылдамдығын табыңдар дейді. Енді қарайық, бізге мотоциклшінің арақашықтығы берілген 93 км. Ал велосипедшінің арақашықтығы 39 км. Олар неше сағат жүрді дейді. Неше сағат жүргенін табу үшін бізде осы екі санның ортақ бөлгіштерін істейміз. Бірінші 93-тің бөлгіштерін тауып алайық. Ол 1, 93, 3, 31. Енді 39-ның бөлгіштерін табайық. Ол 1, 39, 3-ке бөлсек 13-ке тең. Енді қарайық, бірден басқа екеусіне ортақ сан 3. Олай болса, екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінгендіктен не істейміз? Айтамыз, олардың жүрген уақыты 3 сағат. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ айтады, велосипедшінің қалыс қалу жылдамдығы дейді. Жылдамдық бізде арақашықтықты уақытқа бөлгенге тең. Бізде арақашықтығы қалыс қалу дейді. Қалыс қалу, яғни велосипедші мотоциклшіден қанша километр артқа қалды? Яғни 93-тен азайтамыз 39-ды. Және т-ға бөлеміз. Т бізде 3 сағат. Енді 93 біз білеміз 3-ке бөлінеді. 3 көбейтілген 31-ге тең. Азайтамыз. 39, 3 көбейтілген 13-ке тең. Бөлінген 3. Енді осы жерде 3-ті жақшан сыртына шығарып жіберсек, 31 азайтылған 13 қалады. Көбейтілген 3, бөлінген 3. Сонда бізде 31-ден 13-ті азайтсақ жеткілікті екен. Ол бізде 18. Сонда 18 км сағат біз жылдамдығын тауып жатырық. Қарайық. Да В жауабы екен. 214. Теңдеуді шешіңдер. Кестеде теңдеудің шешімдері берілген. Теңдеуді шешіп, оның тұсындағы әріпті теңдеудің шешімімен бір бағанға жазыңдар. Сонда көкжиек тұстарын анықтайтын құралдың атын оқисыңдар дейді. X қосылған 3 көбейтілген 25 тең 87 дейді. Бірденші қарайық. X қосылған 3-ті 25-ке көбейтсек 75 тең 87. X тең 87-ден 75-ті азайтсақ 12. Сонда А 12 екен. Келесі О. 8-ді 17-ге көбейтсек 136. Азайтылған X тең 107. Енді X тең 136-дан 107-ні азайтсақ 29. Сонда 29 бізде О. Келесі К. 555-ті 5-ке бөлсек 111. Азайтылған X тең 74. Сонда X-ті табу үшін 111-ден 74-ті азайтамыз. Сонда 37 шығады екен. 37 ол К. Келесі 2X қосылған 87 тең 93. 2X тең 93-ден 87-ні азайтамыз. 6. X тең 6-ны 2-ке бөлеміз. 3. 3 ол П екен. Келесі, мына жерде 3 көбейтілген 35 азайтылған X тең 63. Көбейтіліп тұрған 3-ті теңдіктің екінші жағына апарайық. Сонда 35 азайтылған X 63-ті 3-ке бөлсек 21. X тең 35-тен 21-ді азайтамыз. 14. Сонда 14-ке М келеді екен. Келесі 120 азайтылған X бөлінген 13 тең 8. 120 азайтылған X 8-ді 13-ке көбейтеміз. 104. Енді X тең 120-дан 104-ді азайтсақ 16. 16-ға С келеді екен. Сонда бізде компас деген сөз шықты.